Қайырлы күн қыздар, сіздермен бірге бота. Мен бүгін сіздерге қазақтың ұлттық тағамдарының бірі болған майсөктің жасалу жолымен бөліскім келеді. Бұл біздің ораза кезінде ең керемет тағамдарымыздың бірі. Сәресіне де аузы шарға жегенге ыңғайлы әрі жеңіл. Жасалу жолын білгіңіз келсе, видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші таза ыдысымызға тарымызды салып, үстінен қайнаған су құйып, 2-3 қайтара тарымызды жуып аламыз. Тарының суы алдында бірінші осылай қап-қара болып шығады. Тарының кірі тазарған кезде суымыз уже ағарады. 2-3 қайтара жуасыздар. Мінекей тазаланып алды. Енді оның үстіне қайнаған суымызды құямыз. Тарымыздың үстіне шығып тұру керек суымыз. 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минут бойы ыстық суда тұрған тарымыз көлемі үлкейеді және де бұғады. Сол суын төгіп тастауымыз керек. Ол үшін бізге осылай ситаменен осылай видеодағыдай төгіп тастаңыздар. Және де тарыны жақсылап сілкілеп суын түсіріп алыңыздар. Мінекей, енді оның үстіне алдын ала қайнатып алған ыстық сүтімізді құйып, тағы да 15 минутқа қалдыратын боламыз. 15 минуттың ішінде тары жаңағы ыстық сүтті өзіне полный сіңіріп алады. Мінекей, енді оның үстіне қалауыңызға қарай қант қосасыз. Егер тәттіні ұнатсаңыз көбірек қосуға болады. Қалауыңызға қарай сары май қосып араластырып аласыздар. Сонымен біздің майсөгіміз дайын болады. Мінекей, майсөгіміз дайын болды. Енді қаласаңыз тарелкаға салып беріңіз, қаласаңыз өзіңіз қалаған пішінге келтіріп салсаңыздар болады. Негізі көбісі майсөкті бықтырып, сосын суын кептіріп жасайды. Ол тәсілмен жасалған майсөк өте құрғақ болып қалады. Ал мына тәсілмен жасалған, менің тәсілмен жасалған майсөкті үлкен де, кіші де сүйсініп жейтін болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған бота. Менің каналыма тіркеліп, комментария жазуды және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдау көрсетіп отырыңыздар. Рахмет.